Неге біреуге жақсылық жасап, жамандыққа душар боламыз? Расында жақсылық екі түрлі болады. Біріншісі Аллах тағаланың ризалығы үшін жасалатын жақсылық. Екіншісі адам ризашылығы үшін жасалатын жақсылық. Бірінші жақсылық турасында Аллах тағала Құранда еселеп сауабын беретіндігін бірнеше жерде уәде еткен. Бұлай жақсылық жасаушы адам жасаған адамнан алғыс алуды күтпеу керек, немесе сол секілді ілтипат талап етпеуі тиіс. Жер мен көкті жаратқан Жаббар бізге деннің саулығын, көз, құлақ, қоршаған орта, тыныштық, ақыл және тағы басқа секілді өлшеусіз нығметті біз сұрамай-ақ берді. Ендеше оның ризалығына қол жеткізуді ниеттеніп, жасаған кез келген жақсылыққа жақсылық етіп қайтару сансыз нығмет берген Аллахтың алдында түкке де тұрарлық дүние емес. Себебі Аллахтың нығметінде ешбір шектеу жоқ және оның санына жете де алмаймыз. Екінші жақсылық ол адам үшін жасалады дедік. Әлде бір адам белгілі бір кісіге жақсылық жасауда оның ниеті әртүрлі болуы мүмкін. Мәселен, бір мансапқа қол жеткізу үшін алдымен себепкер болатын кісіге жақсылық жасап, қызметін атқаруды көздейді. Сол сияқты әлде біреу бір кәсіпті жүргізу үшін, белгілі мөлшерде қаражат табу үшін, дәулетті адамның қалтасына қарап, жақсылық жасау секілді амалдары жасайды. Мұндай жақсылықтар белгілі бір мақсатқа жету үшін адамның ризашылығын, көңілін табу ғана болып саналады. Ал осындай жақсылық жасаушылар жақсылықтың есесін Аллахтан емес, сол жасаған адамнан күтуі керек. Егер адамның әлсіз жаратылғанын ескеретін болсақ, онда ол табиғатына қарай жасалған жақсылықтың есесін әрдайым қайтара бермеуі мүмкін. Әрі ол шексіз жақсылық жасау иесі де емес. Сол үшін мұның нәтижесін Аллахтан күтудің қажеті жоқ. Егер адамның ризашылығын алу мақсатында жасаған жақсылығыңыз жамандық болып қайтатын болса, онда оны жаратушы Раббыдан көрудің қажеті жоқ. Себебі алғашындағы ниет адамның көңілін табу ғана болатын. Сондықтан әрбір игі ісіміздің жемісін лайықты түрде көргіміз келсе, пенденің емес Аллахтың ғана ризашылығын алуды көздейік ағайын. Себебі жаратқан Жаббардан пайда көремін деп дұға етпес бұрын, алдымен оны риза етемін деп дұға ету керек. Ал ол бізге риза болса, қалағаныңды сұрамай-ақ береді.